Және құрметті оқырмандар, айта кететін өте маңызды жағдай бар. Көбісі мына жолдың жиегіне тоқтайды, адам түсіреді немесе адам отырғызады, әйтеуір жолдың жиегіне тоқтайды, бордюрға жақындап келіп тоқтайды. Сосын жұмысын бітіргеннен кейін сол жерде адамды түсірді, сосын жүрісін бастайтын кезде ол міндетті түрде мына өзінің айналасындағы көліктерге қарау керек. Себебі мынандай жағдай болуы мүмкін. Сіз енді жүрісті бастайын деп жатқан кезде мына сіздің көрші жолақтан келе жатқан көлік сіздің тұрғаныңызды пайдаланып сіздің жолаққа ауысқысы келеді. Сол мезетте сіз қарамай адамды түсіріп бүйтіп газ басып жүріп қалған кезде солай соқтығыс пайда болады. Құрметті оқырмандар, енді бұл болмас үшін не істеу керек? Мына праваға тапсырған кезде автотунда сіз мына старт вождениеге тапсырған кезде старт деген сызықтан жүріп өтпес бұрын міндетті түрде сізге поворотник жағады, яғни бұрылыс көрсеткішіңіз жағасы солға қарай. Ол сізді солға бұрыламын деген сөз емес, ол мен жүрісімді қазір бастаймын, мен старт сызығынан асамын, жүрісімді енді бастаймын деген сигналыңыз арттағы көліктерге. Міне дәл солай сіз мына жолдың жиегіне тұрған кезде солға бұрылмасаңыз да міндетті түрде солға бұрылыс көрсеткішін жағып барып жүрісіңізді бастауыңыз керек және жан-жағыңызға қарауыңыз керек. Егер көліктер сізді пайдаланып мына сіздің жолаққа ауысып жатқан болса, онда оған жол бересіз де сосын барып жүрісіңізді бастайсыз. Неге? Себебі мына тұрған көлік, яғни енді жүрісін бастайтын көлік бәріне жол беріп барып жүрісін бастау керек. Түсінікті ма? Яғни ол сіздің жолаққа түседі екен, маған жол беру керек екен деген жоқ. Кім жүрісін бастайын деп жатыр, сол бәріне жол беру керек. Себебі жүрісін енді бастайтын жүргізушіде мүмкіндік бар жан-жақтағы ситуацияны қарап алуға. Мысалы, парковкада тұрған кезде кімнің жүрісі басталып кетті? Мысалы, бір жүргізуші жүрісін бастап уже артқа жүріп жатыр делік, парковкадан шыққан кезде. Ал сіз енді бастайын деп жатсыз. Вот, сіз енді бастайын деп жатсаңыз, значит, сіз ана көлікке міндетті түрде жол беруіңіз керек. Осындай айтылмаған, түсіндірілмеген дұрыс ережелер көп. Құрметті оқырмандар, енді сіздерге мына айыппұлды айта кетейін. Мына 17 ақпанда Алматы қаласында номерін жасырмақшы болған жүргізуші бұл камераның алдында міндетті түрде номерін жасыратын механизм жасалған. Сонымен камераның алдынан өтем деп, ешқандай камераға түспеймін деп үміттенген, бірақ оны ұстап алған, яғни оның жүргізуші куәлігін 1 жылға айырған. Сіздер егер осылай ережені бұзамын, мына номерді скрывать етіп алып, ережені бұзамын десеңіз, сіз мынаны түсініп алыңыз, құрметті оқырман. Мен бұл жерде сізге осындай қандай керемет айыппұл деп, бұл айыппұлды жазаны айтып отқан жоқпын. Бұл жерде әрбір жүргізуші түсінсе екен деген менде ниет. Әрбір жолға шыққан, мына рульді ұстап алған жүргізуші түсінсе екен. Ол ережені бұзатын болса, ол мына барлық жол жүрісіне қатысушылардың барлығына қауіп төндіреді. Ал енді жол жүрісіне қатысушы деген кім ол? Жол жүрісіне қатысушы деген осы жолдың бойымен жүрген велосипедші, мопедші, жаңағы пешеходтың үстімен өтіп жатқан жаяу жүргінші, сіздің көлікте, ана басқа көліктерде отырған жолаушылар, автобустың ішіндегі жолаушылар, яғни мына тротуардың бойымен жүрген адамдар, барлығы осы жол жүрісіне қатысушылар. Сондықтан сіз осы жолда жүрген кезде жалғыз жүрмейсіз, мына жол тек сіздікі емес. Сондықтан сіз басқа жүргізушілермен өзіңіздің қауіпсіздігіңіз үшін, басқа жүргізушілердің қауіпсіздігі үшін бірінші кезекте ережені сақтауыңыз керек. Ережені бұзу деген ол айыппұл алу деген сөз емес. Көбінесе біз былай түсінеміз да, бір ережені бұзсақ бола ма, айыппұл сала ма деген сияқты. Ережені сіз неге сақтауыңыз керек? Оны ең бірінші қауіпсіздік мақсатында сақтауыңыз керек. Яғни сіз ешкімге қауіп төндірмеуіңіз керек, және сізге де біреу қауіп төндірмеу керек. Және жолда қауіпсіз жағдай болу керек. Әрбір жүргізуші осыны түсінетін болса, ешкімге қауіп төндірмейтін болса, ешкімге қауіпті ситуация тудырмайтын болса, яғни біз жолда жүрген кезде қауіпсіз жүре аламыз. Сіз де, біз де, мына жолдағы басқа жүргізушілер де. Сондықтан да жүргізушілік мәдениет деген болу керек. Жүргізушілік мәдениет деген ол ережені білу, түсіну, мына адамгершілікпен байланысқан үлкен ілім. Жүргізушілік мәдениет деген. Осылайша жолда жүрген әрбір жүргізуші жүргізушілік мәдениетке толы болса, және мен алдында біздің Instagram парақшаға көптеген пешеход туралы видео шығарғанмын. Ол видеоны осы YouTube-ға келесі видеоларға қосуға тырысам. Яғни мына пешеходтан өткен жаяу жүргіншілер, олар да ережені өте сақтауға міндетті. Элементарно мына сіздің отырған көлігіңізде отырған пассажиріңіз бар емес пе, жолаушы. Ол да міндетті түрде ережені сақтау керек. Ал қандай ережелер екенін мен келесі видеоға дұрыстап тұрып салам соны. Негізі оны да көбісі білмейді, тек жүргізушілерге бүйтіп іліп қояды барлық жауапкершілікті.
барлықтарыңызға А нүктесінен Б нүктесіне әрқашан аман жетуді тілеймін, және ешқайсыңыз айыппұл алмай, ереже бұзбай жүріңіздер. Барлықтарыңызға тек сәтті, ашық жол тілеймін.